Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сіздерге әлем халықтарының ертегілерін оқығым келеді. Бүгінгі оқитын ертегім грек халқының ертегісі. Жыланды ағаш деп аталады. Баяғыда бір кедей адам өмір сүріпті. Оны Катакис деп атапты. Ол ертеден қара кешке дейін жұмыс істепті. Ал жексенбі күндері өзінің бағына барып, алма ағашының түбіне отырып, түсте тойына тамақтанады. Содан соң кешке дейін сыбызғы тартып, ұзақ күнді рақатпен өткізіпті. Кастакис жомарт жүректі болыпты. Әсте ешкімге ашуланбапты. Ешқашанда ешкіммен ұрыспапты. Бірде жексенбі күні сыбызғы тартып әндетіп отырған сәтінде анадай бұрыштан бір жылан суырылып шығады да, теңселіп, тербеліп, музыка әуенімен билей бастайды. Деген бетте Кастакис шошып кетеді, артынан жүрегі орнына түседі. Мұның өзі осылай болғаны анық. Ол сыбызғы тартып, жылан билепті. Ең соңында жылан тағзым етіп, зытып отырады, ал ол билеген жерде кедей бір қап алтын теңгені көреді. Кедей байғұс қуанғаннан билеп жібере жаздапты. Содан соң келесі жексенбіде мен тағы да сыбызғы тартам. Жылан қайтадан жорғалап келе ме, келмей ме, сонда көреміз. Тек байқа, ешкімге ештеңе деуші болма. Бұл тегін жылан емес, ол біздің үйдің жебеушісі депті әйеліне. Сен не деп тұрсың? Ол туралы былшылдайтын мені есімнен танған есалаң деп тұрсың ба? Әрине, бұл біздің үйдің ізгі жебеушісі. Бұрынғылар ол жайында тегін айтпаған. Мен жылан музыка әуенін атады дегенді естігенмін. Мүмкін сенің сыбызғы тартқаның оған ұнайтын шығар. Сен ақымақ, маған күліп, жексенбі сайын менің сыбызғы тартқанымды естігің келмей, көрші әйелдің үйіне кетіп қалушы едің. Енді көрдің бе не болғанын? Осындай әңгімемен арада бір апта өтеді де, жексенбі күні олар әлгі жыланды тағы да көреді. Осылай жыл бойына созылады. Келген сайын жылан Кастакиске бір қап алтын тастап кетеді. Кедейлерге дәулет оралғанына халық қайран қалады. Содан өсек-аяң, оны-мұны сөз тарайды. Кастакистің құпиясын білсек деген әңгіме өсек өршіп кетеді. Сөйтіп жүргенде жылан жоғалып кетеді. Кедей сорлы күте береді. Сыбызғысында тарта жалығады. Бәрі зая кетеді. Жорғалап жылан келмейді. Содан Кастакис жыланның інін іздемекші болады. Інді іздеп тапқанда иіріліп өліп жатқан жыланды көреді. Кедей байғұс аза тұтып қапалана жылайды. Сөйтіп өз бақшасының жанына әкеп көмеді. Бірнеше күннен кейін сол жерде дүниедегі ешбір ағашқа ұқсамайтын жабайы ағаш өседі. Кастакис сәл-пәл тамырын қазып, ағаштың жылан сүйегінен өсіп тұрғанын көреді. Сол сәтте ол тамырға топырақ жауып, оны іштей жылан ағашы деп атайды. Ол ағашқа бәрі қайран қалады, ал оның жасырын атын жыланды ешкім білмейді. Тіпті Кастакистің әйелі де білмепті. Ол ағаштың жылан сүйегіне өсіп тұрғанын оған айтпайды. Сөйтіп жексенбі сайын жұрт жиналып бәс тігетін болады. Бірақ олар ұтыла береді, өйткені олар құпия ағаштың атын білмейді. Сонда біреу келіп бәс тігеді де, мынау алма ағашы ма? Мынау алмұрт ағашы ма? Мирабель ағашы ма деп сұрапты. Екіншісі келіп, мынау анар ағашы ма? Мынау шабдалы ағашы ма? Мынау қарақат ағашы ма деп сұрайды тағда. Абрикос ағашы ма? Инжир ағашы ма? Апельсин ағашы ма? Инжир ағашы ма? Апельсин ағашы ма деп сұрайды үшіншісі келіп. Ешкімде жұмбақ сырды шеше алмай кедей көптеген тайталаста ұтып шығыпты. Сол деревняда тағы да бір айлакер сараң саудагер тұрыпты.
Ол кедейдің әйелінен сол құпияны білмекші болады. Содан ол тігілген кестелерді, жасанды алтын жалатылған ол-пұл дүниелерді әйелге алып келіп, арзан бағамен сатады. Сөйтіп екеуі дос болады. Бірде саудагер: «Сен, сүйіктім, өз бақшаларыңда өсіп тұрған бұл неткен ағаш екен, неғып білмейсің?» депті. «Достым, шынында да білмеймін, күйеуім оны менен жасырады. Ал сен сұра, көндір оны. Егер көндірсең, мен саған жібек шашағы бар алтынмен тілгілген кебісті сыйға тартам. Байқап тұр да, маған айтқан секілді етпей, өзіңнің жататын бөлмеде даусыңды көтеріңкірей ағаштың атын 2 мәрте ата. Мен терезенің түбіне жасырынып тыңдап тұрайын. Сонда сырды сездіріп қойдым деп сен де күйінбейсің». Сөйтіп ол әйелді ырқына көндіреді де, ертеңіне айлакер көлденең жолдан өтіп терезе түбіне келеді де, құлағын түріп тұра қалады. Әйел күйеуін қыспаққа ала бастайды. «Біздің бақшадағы ағашты қалай атайды?» деп сұрайды әйел күйеуінен. «Оны біліп қайтесің? Бәстескенде ұтып жүргеніміз бізге жаман ба? Неменеге толғанасың, Кастакис? Мен бұлшылдайды деп тұрсың ба? Сен мені әлі күнге білмейсің бе? Әлде сен мені мүлде сүймейсің бе?» Кедей сәл ойланып тұрады да сырын ашып қояды. «Баяғыдан осылай етсеңші. Демек бұл жылан ағашы. Сөйтіп ол біздің жыланның сүйегіне өсіп тұр де. Шіркін, қайран жыланым-ай, өліп жатсаң да бізге қайырым етудесің». Терезе түбіндегі саудагер естісін дегендей әйел «жылан ағашы» деп жіберіпті. Жексенбі күні халық тағы да бәске жиналады. Үстіне гүлді жилет киген саудагер де келеді. 2 мәрте ұтылады, 3 мәрте ұтылады. Сонда саудагер алға шығады да: «Бәске бүкіл мүлкімді тігемін, Кастакис. Қолда барыңның бәрін сен де сал» дейді. Кедей сасыңқырап қалады. Ол осыншалық орасан бәс тігеді деп ойламайды. Бірақ өзінің құпиясын ешкімнің сезбейтініне сенеді де келсе кетеді. «Қолма-қол, тапқан таянғанымның бәрін саламын. Келістік, бұл терек пе?» «Жоқ, бірінші рет ұтылдың». «Бұл жөке ме?» «Жоқ, екінші рет те ұтылдың». «Бұл...» Саудагер өзінше ойланған болып, 2 қолымен басын қыса ұстап, атын енді тапқан секілденіп, құйтырқылана түседі. Мүмкін мұның өзі жылан ағашы шығар. Кастакис жай оғы ұрғандай аузы аңырайып сілейіп қалады. Көздері қарауытып кетеді. Дәулетке ие болған сол ғана еді. Ол енді бәрінен айырылып, бұрынғысынан да сорақыланып қалады. Сонымен оның өзі үйінен тайып тұруына тура келді. Болған істі білген соң әйелі ақырында күйеуінен айырылысып кетеді. Сөйтіп кедей сойырлы жолшыбай мәңгіп келе жатып: «Ақымақ басым, осындай оңбаған әйелге сеніп жүрген өзіме де осы керек» деп күйінеді. Ол кемпірге жолығады. «Сәлеметсің бе ұлым? Сәлеметсің бе әже? Құс ұшпайтын жерде не бітімшілікпен жүрсің?» «Өзімнің тағдырымды іздеп жүрмін». «Сенің тағдырың күн көзінің үйінде тұрады. Әже, оған қалай барам?» «Ұлым, ол бұл жерден алыста. Әуелі аспаннан салбырап, жерге құламастан теңселіп тұрған шыңнан асасың. Ал содан соң олар болар-болмас жылап ағып жатқан өзеннен өтесің. Сол маңда күн көзі қол созым жерде». Кемпір осылай дейді де ғайып болады. Ал Кастакис одан әрі жүреді. Ол келе жатады, ұзақ жүреді. Сөйтіп ақырында бір үй көрінеді. Қып-қызыл жанып тұрған секілді. Есік алдында жас та емес, кәрі де емес әйел отырады. Кастакис бұл менің тағдырым екен ғой деп түсінеді. «Бұл жерге жай келдің бе, Кастакис?»
Сенен көмек сұрай келдім деп жауап береді. Мұндай тірлікке бұдан әрі төзе алатын емеспін. Мен саған берілдім. Мені не қылсаң оғыл. Жақсы, депті тағдыр. Саған көмектесуге тырысып көрейін. Күн көзін күте тұрайық. Соның ақылын тыңдайық. Олар күтіп отырады. Төңіректі қараңғылық тұмшалап, ертең ертемен аспан төріне тағы да көтерілу үшін күн көзі ұйықтап дем алуға ұясына енеді. Әйелі оны түсте тамақтандырып, Кастакисті көрсетеді де, күн көзі, мына кедей байғұсқа көмектесші деп өтінеді. Сонда күн көзі, өз деревняңа қайтадан бар да саудагермен бәстес. Бәскенде енді ол өзінің бүкіл мүлкін салсын, ал сен онымен былай бәстес. Сен одан күн көзі қайдан шығады деп сұра. Сонда ол ойланбастан шығыстан деп жауап береді. Ал сен солтүстіктен де ештемеден қорықпа. Қалай мен бәстесем, бәске тігетін ештемем жоқ. Сен жылан ағашының тамырын іздестір, содан бірдеңе табуың ықтимал. Кедей сорлы ақырында өз деревнясына барады. Ол түн жамылып өз үйінің қасына келеді де қоршаудан қарғып бақшаға кіреді. Сөйтіп жылан ағашының түбін қазып бір қап алтын теңгені алады. Қаптары қалап бақшаның қоршауынан қарғып өтеді де деревняның сыртына тығылып жексенбі күнін күтіп жатады. Жексенбі күні таң сібірлей берген кезде ол саудагерге жетіп келеді. Ау, сен мұнда неғып жүрсің деп саудагер аң-таң болады. Сені мен бәстескім келеді. Бәске не тігесің, сен сорлысың ғой. Ештеңең болмаса бәс тігесе алмайсың. Мен соншама құлдырап тұрған жоқпын, міне менің бәсім, әлде оған көңілің толмай ма? Кастакис осылай дейді де алтыны бар қапты сілкіп қалады. Ол саудагердің алтын үшін неге болса да бәстесетінін біледі. Солай болыпты да саудагер ақшаны көргенде қомағайлықтан басы айналып жүре беріпті. Сақтық атаулыны ұмытып, сөйтіп неменеге бәстесеміз деп әуреленіпті ол. Күн көзінің қай жақтан шығатынына бәстесейік. Ха-ха-ха! Қай жақтан болушы еді? Шығыстан әрине. Бәстесейік, солтүстіктен. Қайғыдан Кастакистің басы айналып кеткен ғой деген оймен. Бұған 1000 бәрте бәстесейік. Мен дайынмын деп даурығады саудагер. Егер сен соншалық сенімді болсаң, дейді кедей, бүкіл дүние мүлкіңді бәске сал. Ал менің мына қаптан басқа ештемем жоқ. Аш көз саудагер қарқылдап күледі. Көп кешікпей бұл алтынын оның қалтасына түсірмек. Келесі күні таң әлі атпастан екеуі және барлық көршілері үйдің шатырына шығады да күн көзінің шыққанын күтіп тұрыпты. Қорыққаннан кедейдің тағдыр алдап кетті ме деп жүрегі дүрсілдей соғады. Ал алтыннан дәметкен саудагердің жүрегі қуанғаннан аттай тулайды. Сөйтіп біреулері шығысқа, екіншілері солтүстікке қарайды. Кенет аспан төрі арайлана бастайды. Сөйтіп күн көзінің алтын алауы солтүстік жақтан көрінеді. Халық қайран қалып аһ ұрады. Ал саудагер есінен танып құлап түседі. Сөйтіп ол өзінің бүкіл дүние мүлкін кедейге амалсыз беруіне тура келеді. Кастакис жақсы тұрмыс құрады. Ал біздер мен сіздер одан да жақсы тұрмыс құрудамыз.